Қаныш көрнекті қазақтың ғалымы академик Қаныш Сәтпаевтың өмірі мен рухани болмысына арналған биографиялық танымдық еңбек. Санжар Керімбай бұл кітапта Қаныш Имантайұлының тек геолог емес, тұтас ұлттың тағдырына әсер еткен тарихи тұлға екенін дәлелдейді. Кітап Қаныштың балалық шағынан бастап ғылым жолындағы күресін халыққа жасаған еңбек кезең-кезеңімен ашады. Ол небәрі 24 жасында Жезқазған мыс кенін игеру жобасына жетекшілік етеді. Кейін Қазақ СССР ғылым академиясының тұңғыш президенті болады. Бұл бір адамның тағдыры арқылы ғылымның ұлт болашағына қызмет етуінің айқын мысалы. Қызықты факт: Қаныш Сәтпаев 1940 жылдары қазақ жерінде барланған пайдалы қазбалардың тізімін жасап, ол материал кейін Кеңес одағы үшін стратегиялық маңызды дерекке айналды. Бірақ сол жетістігінің көлеңкесінде ол ұлтшыл деп айыпталып, үлкен қысым көреді. Бұл оның тек ғалым емес, рухы биік азамат болғанын көрсетеді. Неге оқу керек? Кітап арқылы жас ұрпақ ғылым жолындағы табандылықты, адалдық пен елге қызмет етудің мәнін түсінеді. Қаныштың тұлғасы бүгінгі күнде де өзекті. Қосымша не үйренесіз? Қазақ халқының даму тарихы, геология және табиғи ресурстар туралы тарихи мәліметтер, кеңестік кезеңде ғылым мен саясаттың байланысы, қазақ зиялыларының тағдыры мен рухани болмысы, қазіргі қоғаммен байланысы. Бүгінгі таңда ғылым мен техниканың маңызы күн сайын артып келеді. Алайда жастар арасында ғылымға қызығушылық төмендегені байқалады. Қаныш кітабы ғылым жолының күрделі, бірақ мағыналы екенін көрсететін тағылымды туынды. Мемлекетке, қоғамға пайда келтіру үшін терең білім мен табандылық қажет екенін дәлелдейді.